Алға, кеттік. Қанша іштің өзі? Алға. Кеттік. Қымбаттым, неге сонша кеш келдіңіз? Мен күтіп қалдым ғой. Тұра тұршы. Сауыққан кезінде сөйлесейік. Кетші болды. Енді бетіне қалай қарайым? АБК студиясына дыбыстаған Эмма Саби. Аударған Манго WhatsApp тобына алғысымызды білдіреміз. 1000 жылдық махаббат. Алтыншы бөлім. Барлығын басынан бастай аламыз ба? Қымбаттым, неге сонша кеш келдіңіз? Мен күтіп қалдым ғой. Кет, жолама, кет. Ыстық. Миджо, саған бірге болуымыз керек деп айттым ғой? Сен әрқашан көңілдісің. Бұлай жүру қалай қолыңнан келеді? Миджо, бұл негізінде оп-оңай нәрсе. Қасыңда және жаныңда жүрген адамды жақсы көру керек. Сізге рахмет. Баршар. Сіздерде бәрі жақсы ма? Я, уайымдамаңыз, бәрі жақсы. Джейсон, мен бәрін түсіндірем саған. Күте тұр, Миджо. Джейсон, сен не істеп тұрсың? Мен де сен секілдімін, Миджо. Бірақ бұның қалай болғанын мен де білмеймін. Бұның қалай болғаны сенің есіңде жоқ па? Иә, дәл солай. Бір күні ұйқыдан тұрып едім, өлімсіз болып шыға келдім. Қанша жастамын, кіммін, қайда тұрдым, мүлде білмеймін. Өзім жайлы ештеңе білмеймін. Айтпақшы, Миджо, сол үшін де біз бірге болуымыз керек. Осындай жағдайда да әзілдеп отырсың ба? Есіңе түсіруге тырысып көрші. Бәрібір ештеңе жоқ па? Ешқандай естелікті де білмейсің бе? Ешқандай аурулар да болмады ма? Бірдеңе айтшы. Қандай да бір үлікті табармыз? Айтпақшы, Миджо, сенде шынымен бәрі жақсы ма? Көріп отырсың ғой, бәрі жақсы. Жоқ, айтайын дегенім, жалғыздықтан шаршаған жоқсың ба?
бәрі жақсы. Кей кезде жалғыз қалғаныңды айта алмаймын. 1000 жылдық ауырлық, жалғыздықтың жалғыздығы. Өзімді ашу маған қиынға түсуші еді. Мен расымен де жақсымын. Он 15 жыл бұрын менің өмірім тозақ болғанын айтып отырмын. Осынша жылдар бойы қалай өмір сүрдің? Ей, біреу бізді көрсе, бір мәселе шешіп отырған отбасы деп ойлайды. Енді саған уайымдаудың қажеті жоқ. Миджо, енді мен әрқашан сенімен біргемін. Ештеңеге уайымдама. Жалғыз қалуыңа мен жол бермеймін. Жарай ма? Мен өмірімнің соңына дейін жалғыз болмаймын. Бүгінгі орайы тамаша екен. Бізге жиі серуендеуге шығып тұру керек. Айтпақшы, мен кеше керемет рэпершілер деген шоуды көрдім. Бұл Миджо не ғой? Оны бұлай күледі деп ойламаппын. Басың қалай, жақсы ма? Сенен бұндайды күтпеген едім. Көп ішкен жоқпын ғой мен, не айтып тұрсың? Расымен де ештеңе есіңде жоқ па? Не айтып тұрсың? Мас болғаныма дәлелің бар ма? Сен мас болдың деген ештеңе айтқан жоқпын ғой? Дұрыс айтасың. Кешір. Менен не қалайсың? Кешегімнен ұялып отсам, тағы ішуге шақырдың ба? Сенде бір жағдай болды ма? Бір нәрсені естіп көресің, бірақ не болып жатқанынан хабарсыз болу. Бұндайдан тәжірибем жетеді. Бүгін мен үшін осындай күн. Нені айтып отырсың? Ештеңе. Үш жыл бұрын айтайын дегенім ертеде. Достарыммен тауға бардым. Сол кезде бір қариядан бір тас туралы аңыз естідім. Біраз уақыттан кейін мен сол әңгіме жайлар айтқанымда, олар бұндай әңгімені мүлде естімегенін айтты. Қателеспесем, әңгімені тыңдап отырғанда бір құрбым күлген. Ал қазір ол дүниеден өтті. Олар ешқашан маған сенбеген.
거지. Менде де сондай. 나는 Кішкентай 어릴 때 кезінде 큰 маған 사고가 난 бірдеңе 적이 болған. 있는데 그때 бір қыз 어떤 мені 누나가 содан 분명 құтқарған. 나를 구해줬거든. Халықаралық округ жиналысы. көршіңмен амандас. Сәлем. О, мына рульге не болды? көршім қайда? Ол мені құтқарды. Ех, байғұс балақай. Шок алуың керек еді. Жоқ, мен оны көрдім. Ол менің өмірімді құтқарды. Жақсы, жақсы, айтқаның болсын. Мен расымен де оны көрдім. Бірақ расымен де кім бұны бұлай істей алушы еді? Егер ол мені құтқармағанда, мен бұлай отырмас едім. Ал егер ата-анам тірі болғанда, олар маған сенуші еді. Жоқ. Тым болмаса сенген кейіп танытар еді. кейде мені ешкім тыңдамайды. Бұндай кезде не істейтінімді білесің бе? Бұл ағаш жас көрінеді. Бірақ оған биыл 437 жыл. Бұл мен үшін жай ағаш емес. Ешкімге айтпаған сырымды, қысқасын айтқанда ешкімге айта алмаған сырымды. Барлығын осы ағашқа айтамын. Саған көрсетейін. Ағашқа жақындасам, өзімді жалғыз сезінбеймін. Сосын онымен сөйлесемін. Ол мені еш сұрақсыз тыңдайды. Және сенеді деп ойлаймын. Бұл ағаш жастарға енді белгілі болса, ал мен онымен бұрыннан біргемін. Қалай? Өзіңді жалғыз сезінбедің бе? Өтірікшілер ойынын ойнаймыз ба? Ол қалай? Мені ағаш деп ойлап, қалағаныңды айт. Мен көбінесе
өзімді толғандыратын ойды айтамын. Ішімдегі сырымды шығарғанда жеңілдеп қаламын. Онда бірінші баста. Мен көп өмір сүремін. Кейбір адамдар мені құбыжық деп ойлайды. Мен көп жайтты бастан өткердім. Денені сиқырлау, тіпті медициналық сараптамаларды да. Адамдар менен қорқады. Бірақ негізінде мен олардан екі есе қорқамын. Не айттың? Ойдан шығарылғандай естіледі. Енді сенің кезегің. Маған сен ұнайтын сияқты көрінесің. 그쪽에. Ойынға жақсы екенсің. О, мынау. Бұл денсаулыққа пайдалы. Шығыс медициналық тәжірибелерінде жазылған. Дәмі жаман емес. Хризантема секілді иіс шығады. Қап, мынаның дәмі жаман ғой. Неге мені алдадың? Себебі біз әлі ойын ойнаудамыз. Онда бұл қалай аталады? Бізбен бірге тамашалағандарыңызға рахмет. Менде тас қатерлісігі бар десем, ешкім сенбейді. Тас қатерлісігі бар еркек, және ол соңғы кезеңдегісі. Менде өте нашар өмір болды. Бәрінен жаманы, мен ешкіммен өз оқиғамды бөліспедім. Әдетте, басқа адамдарға қарағанда бізге ата-анамыз сенеді. Рас па? Бірақ менің ата-анам мені жындыханаға жөнелтті. Мен тым болмаса ата-анам маған сенеді ғой деп едім. Менде де солай болды. Шыншыл болудың еш мәні жоқ. Қарапайым адамдар мені басқаша түсінеді. Өмірде бір адам болсын. Маған сенсе екен деген едім.